күшті, өте керемет. Әдемі болып тұрсыз, киіміңіз сондай жарасып тұр. Көңілге жақсы. Үміткер қабылдаймыз. Шақырамыз ба? Шақырайық. Негізі соңғы кездері сіздің мінезіңізге үміткер шақ келмей жатыр. Қайтарып жіберіп жатырмыз. Енді көреміз. Бұл жолы бұйырсын дейік, иә? Бұйырсыншы. Жақсы, ендеше Мариямның үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Айданбек. Айданбек. Айданбек, жасыңыз нешеде? 19-да. 19-дасыз. Қай жақтың тумасысыз? Қырғызстан. Қырғызстаннан қай жеріне, қай қаласы? Тактильный туралы Мариямнан күшті әңгіме кетіп жатыр ғой, бірақ біз өткенде Новый год кезде отырғысыз болды ғой, бәрімізде жаңа жылдық корпоратив. Сол кезде байқаған жоқпын Мариямнан. Алматыға құшақтасып, бір-бірін қолын ұстап. Қарсы емес, Мариямды көрдім, прям араларында воздух жоқ қой, жабысып отыр да. Эфирге келіп алып, маған жаңа жылда корпоратив болды бізде. Оны сынама болған кезде. Таңсықта болды емес па ол кезде? Дұрыс қой, Алматпен танысықта болды ғой. Енді маған тактильный жігіттер ұнамайды дейді да. Тактильный жігіт ұнамайды деп алып, сол кезде құшақтасып отырды ғой деп атқаным ғой. Қолыңды берші, пожалуйста, хотя бы бір қолыңды. Жоқ, Мариям, хотя бы осылай қолымды қояйыншы деп. Жоқ, сен қарсылық танытпай. Біраз кезекпен сөйлеген моментте біз мына жақта біраз тырысып отырып қалған болатын Алмат. Мен сол кездің бәрінде айтқам, жолай бермеші маған қатты етіп қыса бермеші адамды, ұнамайды маған деген болатын. Енді Мариям көрген көзде айып жоқ қой, мен не көрдім, соны жеткізіп отырмын. Көрген нәрсең дұрыс. Бірақ тактильность әңгіме айтпай қой бұдан кейін. Жігітпен құшақтасып танысты. Өзі әрім. Енді 200-ді танысты. Маржан, Мариям. Баласы айта кетсем болады. Баласа ханым, 200-ді не керегі бар? Сыртта құшақтасып, мына жақта маған тактильный жігіттер ұнамайды деп. Не керегі бар сол нәрсенің? Мен көрдім ғой құшақтасып отқандарыңды. Диванда отқан кезде. Онда былай қойып көрген нәрсең. Мариям, жалғыз мен емес, Мариям, осылай болып деді. Қолым былай қойып отырған болатын. Соның өзінде мен қолыңды алып тасташы, пожалуйста. Мен қысып жатсың мені. Маған ұнап тұрған жоқ мынау нәрсе. Мен былайша айтқанда артынан жүгірген, жаңағыдай қолынан ұстама десе ұстаған, былайша айтқанда оны қалай деп айтады ондайды. Енді бір қатты бір артық қылып көрсеткендей болып көрініп қалып жатырмын да, ол нәрсе маған да ұнап отқан жоқ. Неге? Өйткені мен ертең болашақта үміткер келеді да. Үміткер қыздар не ойлайды? Оның ата-аналары не ойлайды деген әңгіме. Базар жоқ, Мариям, мойындай салайық. Сенде де болды, менде де болды ғой. Таяқты екі болады, тек қана бір жақ. Мен есен сенің артынан қалмаған болсам, сен маған қарамай едің. Просто сенің өзіңде ұшқын болды. Мариям, тыңдап алайық. Мариям, Сенде ұшқын болды, менде де болды. Оны зачем жасырасың сен? Мен сенің артыңнан қуып жүріп, сен қарамасаң, мен де ақымақ емеспін. Қыздың сезімін біздерден білеміз ғой, сеземіз ғой. Ол маған қарайтыңыз ба, қарамайтыңыз ба, ұнайтыңыз ба, ұнатпайтыңыз ба мені, да, мысалға. И соған байланысты біздер де әрекет жасаймыз, мысалға. Қолынан ұстасаң, мысалға, ол саған ұстап тұрса, ұстайсың. Ал егер ол мен тартып алып, кетші бар, ұстамашы деп жатқан жағдайда, ұстамайсың. Біз ақымақ емеспіз ғой, жынды емеспіз ғой. Неге қашан бір шындық айтып үйренесің? Просто Мариям, шындықты, если сен шынбайыңа тиіп жатса, ренжіме онда, мен кінәлі емеспін. Баласахан, мен бұл жерде қолға жоқ өз керек емес, рахмет. жақсы, Алмат, Мариям. Мен мұндамын десең. Осы уақытқа дейінгі жігітіңді де мен танимын ғой, негізі білесің ғой. Ол жігітіңде 19 жаста жас айырмашылығы бар еді. Саған өзің 19 жастағы жігіттерден аузың келген жоқ па? Жоқ, мәселе ода деп ойламаймын. Жас айырмашылығында емес. Бұған дейін Мариям, әсеріңіз? Өте жақсы, ухоженный. Болды. Басқа şey етпейсіз? Иә. Айданбек, сізге қалай өмірде Мариям қандай екен? Бұлай телефоннан көргеннен көрі, бұлай жой жақсы екен. Жақсы екен? Әдемірек, иә? Баласы қара, негізі ата-анаңыздың рұқсатыңызмен келдіңіз ғой, иә? Маған деген сұрақтарыңыз жоқ па? Не
айтарын білмей жатқан шығар Ағзахан. бәлкім, иә. Ау, Мен ағеке. ғой, иә. Мен негізі ойлаймын да. Бір Мариям негізі бір эмоциясын қатты жасыра алмайтын адамдардың тарапынан да бір эмоциясын қарасам онша қатты көңілі толмаған сияқты. Себебі білмеймін енді жаңағы кімнің Оразғали айтып кетіп жатты ғой, енді сенің ең ұзақ